Құрметті бақша сүйер қауым, мынау менің шағын мини огородым. Сіздерге таныстырып өтейін. Тәтті болгар бұрышы, болгарский перец, сладкий. 4 июньде бұларды өткенде керім құрт қаптап, гусеница құрт жеп, содан бүгін 20 нешесі, 26-сы ма, значит 20 күн, бұл 20 күнде осындай жапырақтарын беріп, әйтеуір жақсарып, жағдайлары кішкене бүрленді, жақсы болып. Мынау төменде гусеница жеп қойған жапырақтары. Міне гусеница қаптап бәріне жеп, содан әйтеуір шашатын уларын, каратесін, маратесін шашып, әйтеуір кішкене адалдап алдық. Енді қазір аздап жайлап гүл беріп жатыр. Бұл жерде 5 түп сладкий перец отыр. Содан кейін мына жерде 10 түп мен баклажан ектім. Биыл баклажанды бірінші рет егіп тұрмын. Но баклажан ойпырмай жапырағы деген басқа таратын орамал сияқты керім енді. Вообще как декоративный гүл сияқты егіп те қоюға болады. Жемісін берсе, жемісін алып та жей бересіз ғой. Баклажан деген өте жақсы ғой. Баклажанның неше түрлі салаттары бар. Міне баклажан жапырағы маған ұнады, как декоративный листья сияқты. Баклажан, одан кейін өзіміздің ауылдан мен Люда деген қыздан сладкий перец, помидор алдым. Баклажанды да сол Людадан алдым. Сол бір жағынан жазып отырғаным, өзім сол ұмытып қалмайын деп, осы жерге бірыңғай сол Людадан алған рассадаларды егіп отырмын. Сладкий перец, анау басында көрсеткен 5 түп сладкий перец ол қаладан алдым. Мынаны Сартоғайдың қызы Людадан алды. Міне сладкий перецтер жайлап бұларда өсіп келе жатыр. Гусеница баклажанға түскен жоқ, именно сладкий перецпен клубникамды жеді, аздап соны улап әйтеуір кетірдік. Помидорға мүлдем түскен жоқ, томатқа. Міне бұл жерге сол Людадан 10 түп баклажан, мына жерде 5 түп сладкий перец, содан кейін помидорлар кетеді. Помидорларым қазір гүлдеп, гүлдерін ашып, плоды завязывает дейді ғой, уже плодтарын жайлап уже береді помидорларын. Мына жерге 20 түптей мен помидор ектім. Мен мынандай қылып грядка жасадым. Анандай қолдан жасайтын грядкаменен үйлес алмадым. Бұрын бір егіп жүргенде шамалап, енді арам шөп жылу керек па, түптеу керек болады. Мынау енді бір маған өзімше удобны сияқты, мен осылай қылып жасадым енді. Мына жанынан былай көрсетейін сіздерге, забордың түбімен жүргізіп осылай жасадым. Топырақ салдым да осыған егіп тастадым. Міне мына жерден бұла қарай помидорларды ектім. Бұның бәрін мен Людадан алдым. Мына жағына капуста ектім. Капустаны да аздап жеді. Оны да емдеп, уларын шашып, кішкене бетін бер қаратып қойдық. Мынау помидор. Мынау кабачки. Кабачки бұл сорт Ескендер. Бұның да жапырағы өте керемет, как декоративный листья. Не қараңызшы, керім басқа таратын орамал сияқты, косынка сияқты прямо. Бүгін бір несін алдық, баклажанды алдық. Міне мына жерге таяғы шығып кетір. Беріп жатыр. Аллаға шүкір, бастап жеп жатырмыз. Баклажановый, баклажан деп бұны, кабачковый, икра деген сияқты бірдеңелерді жасаймыз ғой енді. Өссін, бұл кабачки. Мына жерде менің клубникам бар. Маған да жаңағы айтқандай осындай бордюр бар. Мобильный грядка дейді ғой, мобильный грядка. Мына жерге 10 түп альбион сорт биыл ектім тек қана. Енді мына өсектерін алып тастайдым, жаңа ғана қарап бәрін су құйып, кішкене арам шөптерін аздап төне шөптер шығады, соларды жұлып, кішкене әзірлеп қойдым. Енді мына өсектерінің бәрін алып тастаймын, себебі өсектер күшін алып, бұны өсірмей тастайды. Күшінің бәрін әлін осы өсегіне жібереді дейді. Сол үшін өсектерін қиып тастау керек. Тек биыл ғана ектім, әлі өнім берген жоқ. Енді беруге де болатын болар, енді арғарай удобрениесін құйып өсіре беремін. Мына жерде өзімнің клубникаларым. Бұнында
усик беріп мына жерде мен егіп қойдым, салапанға зев пакетке істедім де, мына тамыр астына шығып кетті, көрдіңіз бе? Міне астында тамыры бар. Мынаны алып енді қиып, ан жақта тағы да бір грядка әзірлеп жатырмын, соған егуім керек. Ана шетте де сондай. Бұл да биыл көп өнім берген жоқ, бұны да биыл ектім. Бұрынғы клубникаларымнан алып, так, мынау клубниканы ауылдан бір келіншектен алдым. Бұл да қытақандай болып еді, әйтеуір төбесіне көк шөбі шығып, батва дейме, сонысы шығып, әйтеуір өсіп жатыр. Осы екі түпті осы ауылдан бір келіншектен алдым, өсіп жатыр, осындай болып. Мынау басындағысынан беріпті, бірдеңе мынандай болып, бірақ мынандай зараженный ма или мынандай ма, бұл неге екенін білмеймін. Комментарияға жазып отырасыздар неге екенін. В общем, осындай. Так, мына жерде тоже өзімнің клубникам. Так, мына жерде сәбіз ектім, морковь ектім. Так, мына жерде бұл да шығып жатыр. Так, мына жерде базилик деген өте керемет зат. Бұл супыға да, салатқа да базилик дейтін енді керім. Так, базилик. Так, мынау хренді білесіздер. Так, биыл свекло ектім. Свекло. Бұл да шығып келе жатыр. Свеклом астында бар, көрдім. Үстіндегі зелені жақсы. Осы свеклоның жапырағынан салатқа қоса ма, әлде ет салып, как голубцы сияқты жасай ма, жаза отырыңыздар ойларыңызды. Так, мынау канго. Так, мынау киіндіріп қойған қыз сияқты, қос етек көйлекпенен. Салатный листья деген осындай болып кетті. Күшті де әдемі, елочка сияқты болып тұр. Анасында алып, қосып, помидор, огурцы салатқа қосып жасаймыз. Так, мына жерде флоксы егіп едім. Флоксыдан шамал бірдеңелер шықты, білмеймін, шығып жатыр. Так, мына жерде ромашка ектім. Ромашка де шығып жатыр дәннен. Так, мынау укроп, кибрай сорт. Укроп, бұл да жақсы. Так, мына жерде петрушка. Мында жай пучковой дейді, укроп. Міне осындай менде бақша. Бер жағына клубника ектім. Міне осындай алып клубника. Міне осындай менің помидорым, көріп тұрсыздар, помидорым высокорослый болды, низкорослый да бар дейді, бірақ менікі высокорослый болды. Жаңағы Люда деген қыздан алған, сол Людадан алғандарымды бірыңғай егіп көрейін деп отырмын, қандай екенін. Келесі жылы Алла амандығын берсе, амандық болса, рассадына өзім егіп, өзім жасағым келіп отыр. Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, лайк басып, каналыма жазылып. Заман тыныш болсын, аман болайық, денсаулық мықты болсын. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.